Фурацилин деген не? Фурацилинді не үшін қолданады? Егер арзан, қарапайым таблетка түріндегі фурацилиннің сізге қалай көмектесетінін білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіз. Дәріханада тиын тұратын сары түсті таблеткалардың қандай қасиеттері бар? Фурацилин нитрофуран туындыларына жатады. Антисептикалық және дезинфекциялайтын қасиеттері бар. Ол ерітінді түрінде қолданылады, салқын суда ерімейді, сондықтан да қайнаған суда еріту ұсынылады. Фурацилин ауыз қуысындағы жара мен күйікті, стоматит пен пародонтитті, созылмалы остеомиелитті емдеуге антисептик ретінде қолданылады. Сонымен қатар терінің ұсақ зақымдарында, іріңді жараларда, ойылуларда, ойық жараларда, екінші және үшінші дәрежелі күйіктерде, сыртқы құлақ жолындағы сыздауықта, сыртқы және ортаңғы құлақтың жедел қабынуында, мұрынның қосалқы қуыстарының іріңді қабыну үдерістерінде, баспада, гингивитте қолданылады. Фурацилинді сыртқа қолданған кезде сулы немесе спиртті ерітінділер түрінде қолданады. Ангина және стоматиттерде препараттың сулы ерітіндісімен шаюды тағайындайды. Жақтың жоғарғы тұсы және басқадай мұрын маңының қуыстарын шаю үшін фурацилиннің сулы ерітіндісі пайдаланылады. Іріңді жаралар, ойылуларда және ойық жараларда, екінші және үшінші дәрежелі күйіктер кезінде теріні алмастырып салу мен екінші рет тігуге грануляцияланған беткейді дайындау үшін жараны фурацилин сулы ерітіндісімен сулайды және дымқыл таңғышпен таңады. Созылмалы іріңді отиттерде, сыртқы саңылау сыздауығында және мұрын маңының қуыстарындағы эмпемалды фурацилиннің спиртті ерітіндісін тамызу арқылы енгізеді. Сулы ерітіндіні дайындау үшін бір таблетка фурацилинді 100 мл қайнаған немесе ыстық суда ерітеді. Ал спиртті ерітіндісін дайындау кезде бір таблетка фурацилинді 100 мл 70% этил спиртінде ерітеді. Фурацилин бактерияларды, вирустарды және саңыраулақтарды жоюға көмектеседі. Ол инфекциялармен күресуге және олардың таралуын болдырмауға пайдалы, және де ауыз қуысындағы инфекцияларды жояды. Кейде фурацилинді тұмау, бронхит және жоғары тыныс жолдарының инфекцияларын емдеу үшін ингаляция ретінде қолданады. Аяқтың шуашы және терінің қабынуы кезінде фурацилин тиімді антисептикалық құрал бола алады. Егер шуаш инфекциядан, қабынудан немесе бактериялық микробтардан көбеюінен туындаса, фурацилин көмектеседі. Аяқ терісінде кейде жаралар, сызаттар немесе қабынулар болуы мүмкін. Фурацилин жараларды жуу немесе жедел емдеу үшін пайдаланылса, терінің инфекцияларын залалсыздандыруға көмектеседі. Дәрінің антисептикалық әсерінен басқа, қабынуды азайтып, терінің тынышталуына ықпал ететін қасиеті бар. Ол теріде іріңді процестерді болдырмай, қабынудың дамуын тоқтата алады. Аяқты жуу үшін бір таблетканы 100 мл суға ерітесіз, яғни әр 100 мл суға бір таблеткадан өлшеп ерітесіз, және де оған аяғымызды батырып жуамыз. Аяғымызды сүртпей құрғақ сүлгінің бетіне қоямыз. Ескерту: фурацилинді қолданар алдында дәрігермен кеңескен жөн, себебі кейбір адамдарда дәріге аллергиялық реакциялар болуы мүмкін. Видеоның соңына дейін көргеніңізге рахмет. Деніңіз сау болсын. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.